Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін бізде тәжірибелік сабақ. Сабақтың тақырыбы триггерді микросхемаға электромонтаждау. Бүгін біздің сабақтың мақсаты триггер құралын микросхемаға электромонтаждау жұмыстарына үйрену. Бүгінгі біздің сабақ келесі бағалау критериясымен бағаланады. Бірінші критерия үй тапсырмасы. Екінші критерия теориялық білімдерін. Ал үшінші критерия зертханалық тәжірибелік жұмыстарын орындалуы. Және де соңғы төртінші критерия бұл кері байланыс. Әр критерияға бір балымен бағаланады. Ал зертханалық жұмыс 2 балымен бағаланады. Сонымен қорытынды бағаларыңыз шығады. Өткен сабақта сіздерге үй тапсырмасына ситуациялық сұрақ берілген болатын. Станция аралық магистральдық аумақта коммутация панельдерін ақауын тоқ жоқ жағдайларда қандай құрал арқылы дәнекерлеуге болады деген сұрақ болған. Білім алушылардың көбісі Платонус платформасы арқылы дұрыс жауап қайтарды. Дұрыс жауап ол ашық отқа қыздырылатын дәнекерлегіш. Оны сіздер бірінші суретте көріп отырсыздар. Бұл дәнекерлегіш ашық отқа қыздырылады. Қалайыны балқытып, сонымен біз дәнекерлеу жұмыстарын жүргіздіреміз. Ал екіншісі аккумулятормен қызатын дәнекерлегіш болатын. Оны сіздер суретте көріп отырсыздар. Ақ түсті ол бізде аккумулятор. Аккумуляторға сым жалғанып, дәнекерлегішке жалғанады. Сым арқылы бізде тоқ жүреді. Тоқ арқылы біз дәнекерлегішті қыздырамыз. Сосын дәнекерлеу жұмыстарын жүргіздіреміз. Ал енді білім алушылар, бүгінгі біздің сабақта біз триггерді дәнекерлегіш арқылы дәнекерлейміз. Триггер дегенімізді есімізге салайық. Сіздер триггерді электроматериал танудан және радиоэлектроникадан өттіңіздер. Триггер 2 орнықты қалып күйін біреуінде ғана болатын цифрлық техниканың элементі. Екілік жүйеде берілген ақпаратты сақтау үшін қолданылады. Триггер деп электрондық есептеуіш машиналарда, автоматика мен телемеханикада әртүрлі операциялар орындауға арналған, яғни алынған информация сақтауға сақтағыш құрылғы. Уақыт датчигі схемасында және цифрлық сынауыштарда импульстарды сынауға, цифрлық жиілікті бөлшектерде қолданылатын электронды ауыстырып, қосылғыш құрылғыны немесе аударылып түскіш құрылғыны айтады. Триггерлердің қолдану аясы. Триггерлер бізде жер серіктерде қолданылады және де әскери техникада қолданылады. Әртүрлі телефон аппараттарында, күнделікті сіздер өздеріңіз қолданып жатқан гаджеттерде және де телефон аппараттарында кездеседі. Триггерлер телекоммуникацияда көп қолданылады. Оны мысалға біз қарастырсақ, ол бізде кросстарда көп кездеседі, ПСМ тұратқыштарда көп кездеседі, дата центрлерде, гермозоналарда көп кездеседі, және де автоматтандырылған телекоммуникация станцияларында триггерлер көп кездеседі. Сонымен қатар біз күнделікті қолданып жатқан компьютерлерде көп кездеседі.
Электромонтаждаудың үш әдісі бар балалар. Біріншісі ол механикалық әдіс, екіншісі ол термо отырғызғыш фен арқылы, және де үшіншісі ол дәнекерлегіш арқылы. Бүгінгі біз сабақта үшінші әдісті қолданамыз. Ол дәнекерлегіш арқылы электромонтаждау жұмыстары. Дәнекерлеу үшін қажетті құралдары біз электромонтаждау пәнін есімізге салайық. Ол бізде дәнекерлеу қышқылы, канифоль, флюс, қалайы, және де бүгінгі біз жұмыс істейтін бұл дәнекерлегіш. Дәнекерлеу жұмыстары жүргізген кезде техника қауіпсіздік ережесін сақтау қажет. Біріншіден, дәнекерлегішті қоспай тұрып, дәнекерлегіштің басын әртүрлі майлардан, қалайы қалдығынан сүртіп алуымыз қажет. Екіншіден, дәнекерлегішті өзінің сауытына салып, 220 вольттер жеткісіне қосамыз. Дәнекерлегіштің қызуын күтеміз. Дәнекерлегішпен жұмыс істеген кезде оқшауланған тұтқасынан ғана ұстаймыз. Қызған дәнекерлегіштің оқшауланбаған темірінен ұстауға тиым салынады. Дәнекерлеген кезде көздің жанарын сақтау үшін сақтандырғыш көзілдірік киюіміз қажет. Ал енді білім алушылар қауіпсіздік техника ережесін сақтай отырып, мен сіздерге триггерді микросхемаға дәнекерлеуін көрсетейін. Мысал ретінде мен компьютердің триггерін және микросхемасын алдым. Біріншіден, микросхемадағы дәнекерлейтін аумақты дәнекерлеу қышқылымен сүртіп, тазалап аламыз. Триггерді дәнекерлейтін аумағына қоямыз. Қойғанынан кейін дәнекерлейтін жеріне флюсті жағамыз. Флюсті жаққаннан кейін қолайымен триггерді бекітеміз, ары-бері қозғалмайтындай етіп. Екі жақтан да бекітіп қоямыз. Триггерді бекітіп қойғаннан кейін қалайы тотығы үшін флюсті триггердің екі жақтағы инелеріне жағамыз. Дәнекерлегішке қалайды ерітіп, жабыстырып аламыз. Дәнекерлегішпен триггердің инелеріне дәнекерлейміз. Бірінші бір жақты мұқият дәнекерлейміз, сосын екінші жағында асықпай дәнекерлейміз. Дәнекерлеп болғаннан кейін
дәнекерлегішті сауытына саламыз, сосын дәнекерлеу жұмысын сапасын көреміз. Жасаған жұмысымыз сіздер көріп отырғандай сапалы. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді білім алушылар осы бейнероликке қарап келесі тапсырманы орындаңыздар. Бірінші ол техника қауіпсіздік ережесін жазу. Екінші дәнекерлегіш пен дәнекерлеу үрдісін дәптерге жазу. Үшінші тапсырма бүгінгі сабақта кездескен ағылшын тіліндегі сөздерді жаттау. Өйткені сіздер WordSkills сайысына қатысқан кезде ағылшын тілін білулеріңіз қажет. Үй тапсырмасы. Ситуациялық сұрақ. Көп жабдықтармен жабдықталған микросхемада көп инелі триггерді қалай және қандай құрал арқылы демонтаждау жұмыстарын жүргізуге болады. Көп инелі триггерді мен сіздерде суретте көрсетіп отырмын. Тапсырмамен үй тапсырмасының жауаптарын Платонос платформасы арқылы қайтарасыздар. Сонымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.